Ассалаумағалейкум. Аграрлық ғылымда маман тапшы. Әлеуетті жақсарту мәселесіне мемлекеттік деңгейде мән беріліп отыр. Мәселен, ұлттық аграрлық білім ғылым орталықтарында жұмыс істейтіндердің тек 20%-інде ғана ғылыми дәреже бар. Саладағы сан мәселе төңірегінде біз бүгін Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ректоры Ақылбек Күрішбаевпен сұхбаттасатын боламыз. Рұқсат па? Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Бүгінгі күні аграрлық ғылымның жай-күйі қандай? Осы саланы бүге-шүгесіне дейін білетін маман ретінде қандай баға берер едіңіз? Бұл сұрақты түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мына астық шаруашылығы еліміздегі ең ірі саланың бірі. Канадада Саскатчеван деген провинциясы бар. Ол жерде топырақтың құнарлығы, содан кейін жаңағы ауа райының деңгейі, жауын-шашын деңгейі тура біздің солтүстік Қазақстан облысы сияқты. Бірақ ол жерде жаздық бидайдың өнімі 27 центнер бір гектардан, бізде 12 центнер. Яғни 2 есе төмен. Ал енді мынандай мәлімет бар. Соңғы 15 жылдың ішінде бидайдың өнімі Австралияда 39%-ға өскен, Канадада 29% өскен, қасымыздағы Ресейде 30% өскен. Біздің жағдайда, біздің солтүстік Қазақстан облыстарында тек қана 14%-ға өсіп отыр. Сонда есептеп көріңіздер. Біраз қаражат келіп жатыр, бірақ тиімділігі жоқ. Неге? Бізде, меніңше, біздің саламыздың, ауыл шаруашылығы саласының ең маңызды мәселесі бұл дамымай жатқан бұл аграрлық ғылым. Яғни басқа сөзбен айтқанда, бұл жерде бізде ауыл шаруашылығы саласының ең негізі дұрысталмаған. Ал енді бидайдың өнімі бұл сортқа байланысты. 40% егерде тұқым жақсы болатын болса, өнім де жақсы болады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Мына Канадада 3 жыл, 5 жыл сайын сорт ауысып тұрады. Жаңа сорттар келеді. Ғылымдар жаңа тәсілмен сорт шығарады. Бізде баяғы 20-30 жылдың сорттар жүр солтүстік Қазақстан облыстарында. 42% сорттардың біз шетелден алатын болдық. Соның ішінен Россиядан келетін болды. Қазір біз Россияға тәуелді болып қалдық. Міне, соңғы жылдардың біздің мына ауыл шаруашылық аграрлық ғылымға кезінде осы дұрыстап қарамағанның әсері, содан кейін дұрыс қаражаттың берілмеген әсері. Осыған қазір тіреліп тұрмыз. Бой түзейтін мемлекеттер бар. Өзімізге қабылдап алуға болатын дайын тұрған тәжірибе бар. Өзіңіз айтып кеттіңіз. Үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан бірнеше есе жылдап артып келе жатқан қолдау бар. Неліктен ғылымның дамуы тежеліп отыр? Шетелдік серіктестеріміз бар. Өте дамыған университеттер, әлемде бірінші, екінші орын алатын Калифорния Дэвис университеті, 4-ші орын алатын Агропаратех университеті. Сол университетпен қазір біз өзіміздің университетте біраз оқу үрдісін өзгертіп, қазір бір реформа жасап жатырмыз. Солардың айту бойынша, олар біраз біздің мәселелерін зерттеп көрді. Сонда айтып отыр. Бірінші, әрине, қаржы мәселесін шешу керек. Ең аз дегенде 10 есе, 20 есе көтеру керек. Бірақ онан да тағы да бір маңызды мәселе бар. Біз мына жүйені өзгертуіміз керек. Аграрлық білім мен ғылымның жүйесін өзгертуіміз керек. Олардың бір жақсы сөздері бар. Тиісті қаржы дұрыс жүйеге түсу керек дейді. Сонда ғана жаңа өзгеріс болады, сонда тиімділік болады. Ал енді мына басқа дамыған елдердің жаңа өзіңіз айтқандай қалай, неге дамып жатыр? Біріншіден, олардың жүйелері басқа. Оларда білім беру саласында бізде қарапайым қазір университетпіз. Бұлар университеттердің бәрі ғылыми зерттеу университеттер. Университеттің ішінде ғылыми институттар да бар, тәжірибе шаруашылықтары бар. Яғни басқа сөзбен айтқанда, олардың аудиториясы, зертханасы, содан кейін тәжірибелік алаңы бір жүйеде. Екінші мәселе, біздің студенттеріміздің, жаңағы түлектеріміздің бізге қоятын сыны, жаңағы жұмыс берушілердің тәжірибесі өте төмен дейді. Оларда жаңа аудиторияның ішінде олар тек қана теория емес, жаңа ғылыми институттарда жұмыс істейді. Үшінші мәселе, сондай жүйеден жас ғалымдар шығады. Айтамыз ғой, жаңа формацияда ғалымдар, тәсілді білетін ғалымдар. Ғылыми зерттеу университеттен сол ғалымдар шыққасын, олар тікелей барады да сол ғылыми зерттеу институттарында бар жұмыс істейді де жетістікке жетеді. Бізге осындай жүйе керек. Бізде университет бір жерде, ғылыми институттар басқа жерде, шаруашылықтар басқа жерде. Яғни басқа сөзбен айтқанда, ведомстволық бізде барьері бар арасында. Осының бәрі бір жүйе болу керек.
осының бәрі ғылыми зерттеу университет ретінде біз құруымыз керек. Осыны біз айтып жүргенімізге біраз болды. Ауыл шаруашылығына қатысты бірнеше оқу орындары бар, ауыл шаруашылығы ғылыммен айналысатын орталықтары бар. Солар бола тұра өз алдына жеке тағы бір университет құру қаншалықты қисынды? Бұл жерде мен айтарым, біз жаңа университет ашып, жаңа ғылыми зерттеу институтын құру емес. Қазіргі мына жаңа жағдай келмей жатқан, дамымай жатқан мына жерде жаңа өзіміздің астық шаруашылығы институты бар, жаңа орман шаруашылығы институты бар, мына қайтадан өңдеу жаңа университет институты бар. Солардың бәрін қосып, солардың тиімділігін көтеру, соларға жастарды жіберу, жас ғалымдарды. Соларға жаңа біздің базамызды орталық бірге қолдану, осы базаны. Содан кейін бірге ғылыми жұмыстарды бірге жұмыс істеу. Мысалы, мынандай сұрақ бар. Біз көптеген шетелден ғалымдарды шақырамыз, өзімізге үйретуге. Бірақ олар көбісі келеді де, бізге бірдеңені үйретіп, оның тиімділігі көп емес, бір жаңа лекция оқып келетіндер де бар. Біз олай емес, біз басқа жолмен жүруіміз керек. Біз ол ғалымдарды, шетелдің ғалымдардың өзімізде жоқ компетенция бар, білімі жоқ, өзімізде жоқ ғылыми мектептері бар. Сол бағыттар бойынша тартып, ғылыми жобалардың ішінде жұмыс істеу керек бізбен бірге. Біздің ғалымдармен бірге. Оның ішінде біздің жастарда жұмыс істеу керек. Аграр ғылымның өзінде бірнеше бағыттары бар. Сол бағыттардың ішінде олқылары қайсы? Бізге дәл қазір не керек? Бізге дәл қазір жетпей тұрған, меніңше, бірнеше бағыт бар. Өзімізде ғылыми мектеп бұл мәселе бойынша қалып қалған, бізде жетпейді. Сондықтан біз шетелдің ғалымдарын шақырып, осыны үйренуіміз керек, өзіміз шетелге барып үйренуіміз керек. Бірінші бағыт бұл цифрлық технологиялар. Дәлме-дәл жаңа егіншілік технологиясы, ақылды жаңа ауыл шаруашылық саласы. Осыған біз ауысуымыз керек. Шетелде осы бағыттар бойынша бұлар үлкен жұмыстар өткізіп жатыр. Содан барып үйренуіміз керек. Бұл бірінші бағыт. Екінші бағыт, біз жаңа сорт шығарғанда қазіргі ескі тәсілмен емес, биотехнология тәсілімен шығаруымыз керек. Жаңа гендік инженерия тәсілдерімен шығаруымыз керек. Оны бізден көптеген біздің ғалымдарымыз оны түсінбейді, білмейді. Соған байланысты біз қазір жастарды үйретуіміз керек. Содан кейін малды біз шетелден сатып әкеліп жатырмыз. Селекцияға алуымыз керек ол малды. Соны көбейту үшін алуымыз керек сол малды. Әкеліп ертең ол жоғалып кетсе ол болмайды. Ол тиімсіз кетті деген ақша. Бұлардың бәрі дамыған елдер геномдық селекция арқылы көбейтіп отыр. Соның қасиетін көтеріп отыр. Ол тәсілмен біздің ғалымдар көп айналыспайды, соны біз үйренуіміз керек. Сол үшін біз қазір бір жағы мемлекет қаражат беретін болса, екінші жағынан содан барып өзімізге заманауи зертханалар салып, жас мамандар дайындауымыз керек. Ал мамандар қайда дайындалады? Ғылыми зерттеу университеттерінде. Басқа жол жоқ. Ана біздің серіктестеріміз айтады, әлемдегі ең қысқа жол жаңа фармациядағы жаңа тәсілді білетін ғалымдар дайындау жолы. Жаңа кәсіби мамандар дайындайтын жолы. Содан кейін жақсы инновация дайындайтын жол бұл тек қана ғылыми зерттеу университеті. Өздеріңіз көріңіздер, әлемде мына әрбір университет, Американың университеті болсын, Европаның университеті болсын, мына қазір дамып жатқан Қытайдың университеті болсын, солардың бәрі ішінде олар ғылыми зерттеу университеті ретінде жұмыс істейді. Мысалы, Назарбаев университеті. Елбасы кезінде осыны ашып, бізге көрсетті. Осы жолмен жүру керек. Осындай біз үлгі ретінде ол Назарбаев университеті ашылды. Оның ішінде жалғыз университеттің өзі емес, оның ішінде өздеріңіз білесіздер, кезінде медициналық кластерді, жаңағы институттарда ғылыми зерттеу орталықтарын қосып берген университетке. Маған ұнайтыны, мына денсаулық министрлігінде қазір үлкен өзгерістер болып жатыр. Қазір өздеріңіз қарасаңыздар, былтырдан бастап бұлардың университеттердің бәрі ғылыми зерттеу университеті болды. Бұрынғы институттарды, клиникаларды сол университетке қосып берді. Сөйтіп қазір Алматыдағы университет, Қарағандыдағы университет, бәрі ғылыми зерттеу университеті. Біз неге осы жүрмейміз ауыл шаруашылық саласы? Міне, әлемде осылай дамып жатыр, Қазақстанда осындай дамып жатыр біздің ғылыми зерттеу университеттері. Біз енді әлі былай қазақша айтқанда босағаның алдында тұрмыз. Осы шешім қабылдамайды. Осы шешімді қабылдайтын болсақ, онда ана американдар айтқандай бізде тиісті жүйе болады, дұрыс жүйе болады, соның қаражат оған қосылатын болса, бізде сол дамыған елдердей ғылымды дамытатын мүмкіншілігіміз болады. Уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамын. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет.